Алладан келген әмірдің алдында пенде қауқарсыз. Осыдан бір жыл бұрын мәңгілік мекеніне аттанған аяулы әженің, мейірімді ананың, қамқоршы жардың артында қалып, оның жасаған ізгі амалдарын еске алып отыру әрине оңай емес. Оның жарқында жайдары бейнесі ұрпағының есінде мәңгі сақталары хақ. Нұрхан Сүттібайқызы Бектасова 1939 жылы 20 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қастек ауылында дүние есігін ашады. Нұрханның атасы Сүттібай айтулы ел қорғаған батыр, елін жерін қорғап, жарғылағы жастыққа тимеген қадірлі тұлға. Ол кісіні ақын Жамбыл атамыз өлеңдерінде атап өтіп, жырға қосқан. Ал Нұрханның анасы Ләтай 1948 жылы қайтыс болып, Нұрханды туған әпкесі Кәкен бауырына басып, ана орнына ана болады. Кәкен аймақтағы ел жұртқа өте сыйлы адам, талай қызметтер істеген. Кәкен апасының тәрбиесін алып, жастайынан оқу білімге құштар боп өскен Нұрхан мектепті үздік бітіріп, 1957 жылы Қазақ педагогикалық қыздар институтына оқуға түседі. 1962 жылы аталмыш институтты бітірген ол, қазақ балаларына орыс тілін үйрету үшін мақсат қойғандығы соншалықты, мемлекеттік комиссиясы бір ауыздан аспирантурада қалдыруды ұйғарғанына қарамастан, арман мүддесін іске асыруға аттанды. Талғар қаласындағы нөмір 2 Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектепке келіп, қиындығы мен қызығы қатар жүрер ұстаздық еңбекке қойып кетеді. Өзі сүйіп таңдаған мамандығына берілгендігі соншалық, әріптестерінің, ата-аналарының көзіне түсе бастады. Ұйымдастырушылық, іскерлік қабілеттерінің нәтижелері белгілі болды. Арада 2 жыл өткенде, директорның оқу ісі жөніндегі орынбасары, 3 жылдан соң қаршадай пысық қыз сол мектептің директоры болып тағайындалды. 30-ға да толмаған жас директор оқу тәрбие жұмысының жоғары деңгейі, түлектер білімінің сапасы Алматы облыстық білім қызметкерлері арасынан жалғыз өзін Мәскеуде өткен бүкіл одақтық мұғалімдер съезіне делегат етіп сайлауға негіз болды. Міне, осы кезеңнен Нұрхан Бектасованың партия, совет қызметіндегі өрлеу жолдары басталды десе болғандай. Ұқыпты, іскер жанды кім жек көрсін. Қызмет баспалдағы мен тек қана жоғары көтеріле берген. 1965 жылы Талғар қалалық атқару комитеті төрағасының орынбасары. Ал 1975-86 жылдарда Еңбекші Қазақ аудандық партия комитетінің 2-ші хатшылығын абыроймен лайықты алып жүргені әлі күнге дейін елдің есінде. Содан соң 1986 жылы хатшылықты педагогикалық училище директорлығына ауыстырғанда көп өзгерісті сезінбей құлшына кіріскен. Училище колледжге айналды. Есею, нықтыру кезеңдерінен өтті. Аудан емес, облыс, республика көлемінде іргелі оқу орнының аты айшықтала бастады. Облыстың таңдаулы колледжі атағын оңай жеңіп алып, келесі жылы республика бойынша үздік атанды. Бай тәжірибесі таралып, үлгі бола білді. Еліне сіңірген үлкен еңбегін бағалаған үкімет те өз тарапынан Нұрхан Сүттібайқызы Бектасованы марапаттан кем қалдырған жоқ. Осы еңбектері бағаланып, Бектасова Нұрхан Сүттібайқызы құрмет белгісі ордені, Лениннің туғанына 100 жыл мерекесіне орай ерекше еңбегі үшін медалі, Қазақ ССР-ның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Қазақ ССР-ның білім беру ісінің үздігі, Қазақ ССР-ның жоғарғы кеңесі президиумының құрмет грамотасы, құрмет белгісі белгішесі, Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хаты және Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің
10 жылдығы мерекелік медалі, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің құрмет грамотасы, тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткен табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін құрмет грамотасы, облыстық білім беру жүйесіндегі шығармашылық еңбегі және жеткіншек ұрпақты тәрбиелеудегі табыстары үшін құрмет грамотасымен, Алматы облысының облыс білім саласының дамуына қосқан зор үлесі, жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі қажырлы да жемісті еңбегі үшін құрмет грамотасымен марапатталды. Мұғалімдердің бүкіл одақтық съездеріне 2 рет, Қазақ ССР мұғалімдер съездеріне 3 рет делегат болып қатысқан. Еңбекші қазақ және Талғар аудандық мәслихатының депутаттар жиыны шешімімен құрметті атақ ауыл ардақтысы берілді. Еңбекші қазақ ауданы Есік қаласының құрметті азаматшасы деген атақтары да бар. Ал өзінің жеке бақытты да баянды, мәуелі бәйтеректей жайқалған отбасына оралар болсақ, сонау институт бітірген 1962 жылы балғын спортшы, кейіннен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Талғар боксының атасы атанған Станислав Балтабекұлымен көңіл жарастырып, шаңырақ көтерген олар, асқар, бақыт, сәулені дүниеге әкеліп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған, 60 жылға жуық шәй деспей өскен үлгілі отбасы атанды. Өз қызындай болған Рая сіңілісіне деген қамқорлығы ерекше. Бүгінде сол балалардан таралған немере, тіпті шебере де Құдайға шүкір баршылық. Ұл қыздары елінің қалаулы азаматтары атанып, өз қызметтерін абыроймен атқарып жүрген жандар. Нұрхан анамыздың ағайынмен, туған туыстармен, достармен, кейінірек құда-құдағилармен арадағы сыйластық, қонақ үзілмейтін үйдегі емен жарқын көңіл күй өз алдына бір төбе. Бүгінде сол орныңыз ойсырап тұр, жан ана. Айналайын анашымыз, асыл әжеміз, аяулы жар, рухыңа бас иетін ұрпағың шексіз ризашылықпен ешқашан сізді есінен шығармайды. Аса қамқор, ерекше мейірімді, құдіреті күшті Алла тағала, анамыздың алдынан жарылқай көр, біліп білмей істеген күнәлары болса кешіре көр, тозақ отынан, қабір азабынан сақтай көрші. Алла тағала бүкіл дұға тілектерімізді қабыл етіп, анамызға фирдауыз жәннатын нәсіп ете көр. Жатқан жерің жайлы боп, қабырың нұрға бөленсін, аяулы ана. Әумин. Ал енді балалар сондай бір жақсы сөздерді айтып жатыр, келіндеріміз, балаларымыз барлығы. Шынында да тойлар көп қойды, талай тойды өзіміз де өткізіп жатырмыз, барып та жатырмыз. Бірақ мына қазір қарап отырсақ, бірінші өзіміздің балаларымыз, құдаларымыз, бала шағалары, осы жерде анау жақтан алыстан келген жастар, соның барлығын қарап отырып, енді қалай айтайын, қуанышымыз ішімізге сыймай сондай бір керемет жағдайда отырдық. Рахмет айтайын деп отырмын. Жақсылық болсын, тойлар бола берсін. Өмір сыйладың, мәпеледің, ұл қызыңды жетеледің, мақсатыңнан көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бұл өмірде, жалын биік өзгеден. Анашым-ай, көктегі күндей, көктемгі
сепкен жанына жанашырай сағындым сені бағымның шегі ақ сүт берген анашыма қолыным менің құлама деп құласаң да жылама деп бақыт тілер аяулым өзіңсіз ана күнім шықпас көп ішінде үнім шықпас ат үстінде жаяумын анашым-ай көктегі күндей көктемгі гүлдей нұрын сепкен жаныма жанашыр-ай сағындым сені бағымның шегі ақ сүт берген анашыма анашым-ай көктегі күндей көктемгі гүлдей нұрын сепкен жаныма жанашыр-ай сағындым сені бағымның шегі ақ сүт берген анашым